Армысыздар, құрметті достар. Бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып 1 қыркүйекке дейін мүмкіндікті жіберіп алма. Яғни кредитный историясы бұзылған азаматтар отбасы банкі арқылы пәтер алуға 1 сентябрьге дейін сіздерде мүмкіндік бар. Естеріңізде болса, достар, бұға дейін айтқан болатынбыз. Отбасы банк 1 июльден бастап кімнің кредитный историясы нашар, ипотека бермейді деп. Қазір отбасы банк неофициально 1 сентябрьге дейін кімнің кредитный историясы бұзылды, соларға пәтер алуға мүмкіндік беріп тұр. Бәлкім арғарды ұзартықта қалуы керек шығар. Сол үшін сіздерге үлкен алғыс, отбасы банкі. Достар, дәл осы тақырып сіздерге қызықты болса, соңына дейін қараңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Дәл менің осы YouTube каналында кредитный история қалай алуға болады, кредитный историяға талдау жасау, барлығын түсіндірген болатын. Бүгінгі тақырып мүмкіндікті жіберіп алма деп аталады. Сонымен бастайық. Кредитный история екі түрі болады, ол жақсы. Яғни отбасы банкінің көзқарасы бойынша қандай кезде сіздің кредитный историяңыз жақсы. Егер бір кредит бойынша соңғы 12 айда, бір жылда бір кредит бойынша 90 күннен аспаған просрочка болса, яғни төленбеген күндер саны, немесе бір кредит бойынша 100 мың теңгеден аспаған просроченная сумма болмаса, яғни кейбір азаматтар оны біледі да, кейбіреуінде кредитный историясын алсаңыздар жазылып тұрады 900 мың, миллион мың теңге төлемеген деген сияқты да, сондай бар ондай жағдайлар. Кейбіреуінде бар 1000 теңге төленбеген просрочка, біреулерде бар 50 мың теңге болады, сол сумма 100 мың теңгеден аспау керек. Онан кейін мүлдем кредит алмаған азаматтардың кредитный историясы жақсы болып саналады. Ал кредитный история қай кезде бұзылған? Яғни көп азаматтар айтып жатады, черный списокке кіріп кеттім деп. Дәл осы черный спискті мен талдап бастағам, қандай жағдайда қалай бұзылады деген сияқты. Әр банктың көзқарасы әрқалай. Жилстрой соңғы 1 жылға қарайды. Сонымен отрицательный просрочка егер 90 күннен асып кеткен болса, сіздің кредитный историяңыз бұзылған болып саналады. Немесе мына сумма, просроченный сумма дейді, 100 мың теңгеден асып кетсе, сіздің кредитный историяңыз бұзылған болып саналады. Сонымен қатар қолданыстағы кредит, действующий кредит, сол 1000 теңгеден асып кетсе, просрочкасы, сіздің кредитный историяңыз бұзылған болып саналады, достар. Міне көрдіңіздер да? Арғартай достар, кредитный историяны алған кезде, ол менің YouTube каналымда бар, қалай кредитный история алуға болады. Оны қазір кейінірек тағы да айтып беретін боламын сіздерге жолдарын. Кредитный историяны алған кезде, сол кредитный историяда жазылып тұрады статус договора деген болады. Статус договора қандай болуы мүмкін? Стандартный болады, отозванный договор болады, не является негативным деп тұрады, списан за баланс деген болады, уступка, переступка прав требования деген болады. Статус договор, кредитный историяны ашып қарасаңыздар, түгел жазылып тұрады 1 бетінде. Реабилитирован деп тұрады, 2021 жылдан басталды ол. 100% убыток, ликвидность бірдеме деп тұрады тағы да. Онан кейін тағы да басқа кредитный историялардың статустары болады. Енді бұны не үшін айтып жатырмын мен сіздерге? Егер сіздің кредитный историяңыз стандартный болса, мысалы стандартный отозванный договор болса, сіздерге ешқандай справка керек жоқ болады. Даже не является негативным деп тұрса да, міне, ешқандай справка керек жоқ. Егер списан за баланс болса, сол банктен, сол коллекторский компания немесе финанс организациясына справка керек болады. Справка деп қояға. Договорда келесіз. Списан за баланс болса, банкте болса, сол банктен договор аласыз, что ешқандай қарызы жоқ, бұл кісінің қарызы кешірілді деген. Келесіз да, ипотека рәсімдей бересіз 1 сентябрьге дейін. Уступка, переступка деген, яғни сіздің қарызыңызды біреуге сатып жіберді. Forte банктен кредит алдыңыз, Forte банкке төлемедіңіз, ол алтта Freedom Finance деген сияқты неше түрлі бір микрофинансовый немесе коллекторский организацияларға сатып жіберді. Вот сол кісілерден барып справка алып келесіз. Міндетті түрде договор жазылу керек, міндетті түрде датасы жазылу керек, міндетті түрде суммасы жазылу керек, міндетті түрде договор нөмір жазылу керек. Сіздің аты жөніңіз, еніңіз қандай қарыз жоқ деген анықтама болу керек. Алып келесіз бұл жерден де. Реабилитирован деген кезде, мысалы, бұл жерден де ешқандай справка керек жоқ. На всякий случай сіз реабилитирован деген, ол деген яғни сіз қарызды кешіктіріп төлеген азаматтарға реабилитирован деген статус берді, оларға кешірілді деген сияқты да. Бірақ сіз на всякий случай олардан да справка алсаңыз, ешқандай қарыз жоқ деген артық етпейді сізге.
Одан кейін 100% убыток ликвидность деген болады. Ол жерден де анықтама керек жоқ. Міне көрдіңіздер да достар, қазіргі таңда сіздерде 1 сентябрьге дейін мүмкіндік бар ипотека рәсімдеуге отбасы банк арқылы. Сіздің кредитный историяңыз отрицательный болса да. Енді мынандай жағдайлар болады. Кей азаматтар жаңағы коллекторский компаниямен соттасады, ұтып атады, я? Енді онда көптеген жағдайлар болған. Коллекторский компания 2 рет сотқа берген, 2 рет ұтылып қалған соттан, яғни біреулер қарызын действительно төлеген, оларда чек бар, олардың қолында постановление бар. Постановление бар, соттың, что ешқандай қарыз жоқ, бұл кісілер таза деген. Бірақ банкке келгенде банк міндетті түрде жаңағы организацияларын справка требовать етеді. Өйткені неге? Сіздің кредитный историяңызда ол көрсетіліп тұр. Енді оның қандай шешімі бар? Мысалы, первый кредитный ТО дейді ғой, Алматы қаласы Жібек жолы 135 мекен-жайы бойынша орналасқан. Мына нөмірді жаттап алыңыздар. Міне 87273000150 деген. Осы нөмірге хабарласып, ақпарат алып, жаңа соттың шешімін жіберіп, сіздің жеңді постановлениеңіз бар ғой енді, соны жіберіп, жаңа кредитный историяңызды мыналармен аспарит етіп тазартуға мүмкіндік бар. Көрдіңіздер да? Бұны көп азаматтар біле бермейді екен. Онан кейін бұларда WhatsApp бар. Первый кредитный бюрода WhatsApp бот бар, робот, яғни сіздің сұрақтарыңызға жауап беретін. Ол нөмірі 8771-39-34. Осы нөмірді сохранить етесіздер. Онан кейін ботпен амандасасыздар. Ассалаумалейкум, қалыңыз қалай, робот деген сияқты. Онан кейін 3 деген жазуды жазасыздар. Арғата иініңіз тересіздер, 100 теңге төлейсіздер да өздеріңіздің кредитный историяларыңызды алуға мүмкіндік бар. Егер оны ЭЦП кілт арқылы егов сайтынан алсаңыздар, 1 жылдың ішінде алсаңыздар, 1 рет алсаңыздар тегін, қайталама алатын болсаңыздар 400 теңге төлейсіздер. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Мына ипотекалық дәрігер деген YouTube каналыма жазылыңыздар. Баспана әлемі деген басқаладан баспана іздеп жүрсеңіздер, оған да жазылып қойыңыздар YouTube каналда. Тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сау, саламат.